Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін етті бәліш пісіретін боламыз. 15-20 минутта дайын болады. Бізге керегі пияз. Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Кейіннен тартылған етімізді, оған тұз, бұрыш, чеснок салып, әдемі етіп қуырып, етіміз бен пиязымызды араластырамыз. Бәлішіміздің салмасын дайындап болдық. Енді сұйық қамырға көшейік. 3 дана жұмыртқамыз бен қаймағымызды жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғаннан кейін үстіне ұн мен қопсытқышты қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осындай сұйық болып шығады. Енді бәлішімізді құраймыз. Кез келген табанды майлаймыз. Салмамыздың жартысын құямыз. Үстіне дайын болған пиязымыз бен етімізді салып, оның үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шығамыз. Кейіннен қалған қамырымызды жақсылап құйып, бетін біркелкетіп тегістейміз. Дайын болған бәлішімізді қызып тұрған духовкада 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Біздің бәлішіміз дайын болды. Осындай керемет бәлішті менімен бірге дайындаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге ажар.